Бүгінгі таңда Сарыөзек гарнизонында орналасқан әскери бөлімдердегі тәрбие құрылымының офицерлерімен, сонымен қатар тәрбие әскери тәртіп пен құқық тәртібін айтуға жауапты лауазымды тұлғаларменен бір күндік жиын, әдістемелік жиын ұйымдастырылып өткізілді. Жиын барысында қарастырылған тақырыптардың бірі негізі мемлекетімізде идеологияны дамыту мақсатында біртұтас ел, біртұтас жер деген қағидаға сүйене отырып, біз де сол біртұтас тәрбие деген ұғымға келуді жоспарладық. Сонымен қатар тәрбие іс-шарасыменен әскери тәртіп пен құқық тәртібін айту бойынша жүргізу барысында барлық құжаттардың, нормативтік актілердің жүргізілуі және оны реттелуі және жеке құрамға қалай жеткізіліп зерделенуі туралы терең мағлұматтар алып қалам астына жазу арқылы жеткізіп бердік. Сонымен біздің әскери бөлімдердегі өткізіліп жатқан іс-шаралардың негізгі бір түйіншілігі әскери қызметші және олардың отбасы мүшелерінің жұмысын тікелей бағыныштылығы. Әскери қызметшілердің өмірге деген қызығушылығын арттыру арқылы біздер жалпы лауазымды тұлға болғаннан соң жеке құрамның жауынгерлік рухын көтеру, алдағы қойған негізгі жауынгерлік тапсырмаларды орындау барысында кіршіксіз әскери антқа адал болу мақсатында тәрбиелеу жолын бағыттарын көрсетіп талқыладық.